Ордабасы ауданының әкімі Азат Оралбаев Жеңіс ауыл округінде болып тұрғындармен кезекті есепті кездесуін өткізді. Кездесуде ауданның 9 айдағы әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері таныстырылып, ауыл округінде атқарылған жұмыстардың барысы мен алдағы жоспарлар баяндалды. Аудан бойынша жалпы өңірлік өнім көлемі 9 айда 169 миллиард теңгені құрады. Өсімді 42%-ді құрап отыр. Өнеркәсіп саласында жалпы өнім көлемі 14,6%-ді құрады. Жалпы 42 миллиард теңгені құрап отыр. Ал енді жалпы өзіміздің бюджетіміз 19 миллиард 789 миллион теңге болып, оның өзіндік кірістері 7 миллиард 727 миллион теңге болса, 40%-ға дейін біз құрап отыр. Ағымдағы жылы жалпы 9 айдың жоспарымен кірістерді біз артығымен орындадық. Жеңіс ауыл округінде биылғы жылға бекітілген бюджет 70 миллион 835 мың теңгені, ал өзіндік кірістер 35 миллионнан астам қаражатты құрап отыр. Жыл басынан бері тұрғындар тарапынан көтерілген 4 мәселенің 3-еуі шешімін тапса, бір ұсыныс бақылауда қалдырылған. Кездесуде тұрғындардың өзекті мәселелері тыңдалып, жауапты бөлім басшыларына нақты тапсырмалар жүктелді. Бізде жайын дегенде мен мына шетінде тұрамын, былай қарай жайлап, Мұғалбай көпір дейді, Мұғалбай көпірден былай қарай бір қой жайлатын жер жоқ еді. Мына бетінде бар, олар бұлап қойған жартысында бір болап болмас 15 гектар жер бар онда да ненің жағасында. А мына жақта тегіс келіне қарай кетті жоқ жағасы. Сонда бізге біз қалай күн көреміз, неме жаямыз, малды қайқа жаямыз, арық жағаса жаямыз, арықтың ішіне жаямыз ба? Жерлерді сізбен біз уақытысында алғанбыз, сол жерге сол малдарын жайып жатыр. Сондықтан біз жаңа айтып өткен ортақ жайылымға қайтарып жатқан 29 мың, 30 мыңға гектар жуық, міне сіздерге сол ортақ жайылымға бекітіп беріп жатыр. Ол деген сөз, қарапайым халықтың шаруаларының малдары сол ортақ жайылымда жайылу мәселесі. Сондықтан жерді ешкім тартып алып кеткен жоқ, ол өздеріңіздің жерлеріңіз, малдың саны көбейіп жатыр бұл жерде. Рұқсат етілмеген біреудің жеріне барып түскен мал, ол жерге басқасын шығады. Шыққаннан кейін бұл жерде саршылмауық пайда болады. Саршылмауық пайда болғаннан кейін ол келесі жылы оруға келмей қалады. Бір жыл егер диқан екінші жылы пайдаланамайды оны. Үшінші жылы вообще қайтып егер қайтадан шығын, жылда егіп шығын. Соған бола қалып шола. Жалпы округ аумағында 3859 гектар суармалы алқапты қамтамасыз ететін 5 канал бар. Оның 17 мыңнан астам шақырымы механикалық тазартудан өткен. Ағын суды үнемдейтін технологияларды енгізу бойынша биыл округте 650 гектарға тамшылатып суғару жүйесі енгізілді. Сонымен қатар Дихан ауылына жаңа ойын алаңшасы салынып, көшеге тас төсеу жұмыстары жүргізілген. Табиғи газбен қамту бағытында архитектуралық құжаттарды әзірлеу үшін газ құбырларына мемлекеттік акттер рәсімделген. Су свет жоқ. Сосын кейін асфальт түседі. Сол қай уақытта түседі, қашан түседі, Свет жоқ дегенде біз енді көшеге жарық мәселесін әрбір көшені қамтамасыз ете алмаймыз қазір. Бірінші кезекте ол жарығы бар, одан кейін көше көп бізде. Сондықтан маңызды көше болатын болса қарап көріңіздер, біз қарайық, қолда көрсетуге дайынбыз. Құдай қаласа біздің жолымыз да істелсе, мектебіміз де істелсе, сонымен бірте ауылымыз көркейе береді. Сіздерге көп рахмет. Жақсы.